Барлықтарыңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз тез әрі дәмді болып шығатын кешкі асқа немесе түскі асқа дайындалатын күрішпен подлив жасайтын боламыз. Ол үшін менімен бірге видеоның соңына шейін болыңыздар. Өте дәмді болып шығады, күріші езілмей піседі. Ол үшін ең алдымен қазанымызды қыздырып, үстіне сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызды қыздырып алып, оның үстіне туралған дайын етімізді салып қуырып аламыз. Етіміз қуырып болған соң үстіне тағы да азырақ суымызды құйып, тағы да суымыз тартылғанша қуырамыз. Міне суымыз тартылды. Енді оның үстіне туралған пияз бен сарымсағымызды салып, тағы да пиязымыз өлгенше пісіріп аламыз. Оның үстіне аз ғана соя тұздығын құйып, тағы да қуырамыз. Қуырып болған соң оның үстіне жақсылап жуылып туралған сәбізімізді салып, тағы да 2-3 минут қуырып аламыз. Оның үстіне су мен томатты араластырып, томат пастасын құямыз. Томатқа суды араластырып пісірсеңіздер, томаттың ащы дәмі шықпай, тамағымыз дәмді болып шығады. Енді оның үстіне туралған картошкамызды салып, тағы да 2-3 минут қуырып аламыз. Қуырылған барлық заттарымыздың үстіне өзімізге керекті мөлшерде суымызды құйып аламыз. Енді кезекте тазалап жуылған күрішімізді алып, таваға сары майды салып, оның үстіне күрішімізді саламыз. Бетіне аз ғана тұз себеміз. Оның үстіне күріштен асырып суымызды құямыз. Енді міне біздің подливымыз қайнап пісіп жатыр. Дайын болды. Суы тартылған, өздеріңіз көріп тұрғандай. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Тез әрі оңай дайын болады және дәмді болып шығады. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Алдын ала рахмет. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.